Елдана Қалпымбаева Квегли, Қыз мұңы, 9 тарау, қуанышты жаңалықтар. Табаны тозып, әбден іздеп, Төлен тек 1966 жылдың қаңтарында ғана Горный гигант совхозында бір бөлмені әрең тапты. Бөлме салқын, сонда да тұруға болады. Бағасы да қымбат емес. Ортақ ас бөлмесінде пәтер иесі ұйғыр әйел бұларға жеке комфорка бөліп берді. Көрші бөлмеде тұратын жас жұбайлар Төленнің Нарынқолдан шыққан жақын таныстары болып шықты. Кеше Төлен мен Мәлік пешті оттың күлінен тазартам дегенше, Ләйла мен Алтын кешкі асты да дайындап үлгерді. Әжетханаға сыртқа шығады. Абай мен Ленин көшесінің қиылысындағы жоғарғы партия мектебінің жатақханасындағыдай жағдай қайда? Пешті де өздері жағады, сонда да өздерінің бөлек бөлмелері болғанына мәз. Ләйла аяғынан сыз өтті ме, туалетке жиі барғыштап кетті. Төлен Ләйланың қиналып жүргенін байқап, горшок әкеліп берді. Басында біраз қысылып, тартынғанмен болмаған соң оған да үйренді. Түнімен бірнеше рет барып, таңертең туалетке апарып төгіп жүрді. Сондай түндері күйеуімен Теміртауға кеткен бәтесті, Айман құрбысын көп ойлайтын болды. Қанша қудаласа да, Айман туралы ойлар мезгіл-мезгіл ойына оралып, мазалауын қоймады. Диплом да алынды, той да өтті. Бөлмеде табылды. Тіпті Төленнен қалмай жұмысқа тұрып, физика пәнінің мұғалімі ретінде алғашқы айлығында алып үлгерді. Осылайша қаңтарда өте шықты. Ақпанда гинекологтың қабылдауына жазылды. Кіші дәретке жүгіру азайды. Сонда да дәрет алғанда қуғының ашығаны басылған жоқ. Сосын бір әлсіздік пайда болды. Ұйқысы келе береді. Таңертең ұйқыдан тұрғанда, түнде құдды бір түнімен жүк тасығандай болып, әлі құрып тұрады. Гинекологтан кейін Ләйла үйге келіп, шай демдеп, эмальданған үлкен кружкасына құйып алып, бір қолына прянигін ұстап, темір төсегіне шығып, үстінен қасқыр шікті жамылды. Шайын ішіп алып, денесі босап, маужырап, Төлен келгенше ұйықтап алғысы келді. Енді көзі ілініп бара жатқанда, картоп, қатық, колбаса салынған сеткасын арқалап, Төлен де келе қалды. Ләкбай, жақсы жаңалығым бар. Ол қар-қар болған малақайын шешіп, қара портфелін үстелдің үстіне тастап, буланып кеткен көзілдірігін алып сүртіп тұр. Иә, айта бер, деді Ләйла Төленге қарап. Өзі ішінен, жақсы жаңалық сенде ғана емес, бізде де бар. Бастаған екенсің, айта бер. Төлен үнсіз тұр. Ол Ләйлаға неге екені белгісіз, оқушылардың дәптерлерін тексеріп, кванттық физика кітаптарын оқып, етсіз сорпа сияқты тағам дайындағаннан басқа, көп нәрсе қолынан келе бермейтін әйел деп қарайтын. Алтынның қой етін бұқтырып пісіретін Нарынқолдық нанжаркөбін да үйрене алмай қойды. Сондықтан ой мен ақылға қатысты нәрселердің бәрін тек Төлен ғана жасай алады деген пікір қалыптасқан. Ләйла да оның солай ойлайтынын сезеді. Бірақ дәл қазір оны қоздырғысы келмеді. Оның да кезі келер. Шыда, Ләйла, шыда. Төлен көзілдірігін сүртіп, пиджагын шешіп, ішіне мақта салып, сырып тігілген фуфайкасын киіп, шәугімнің шүмегінен суды ішіп алды да, жұмыста мені үй кезегіне қойды. Ләйла жаңа ғана өзінің ренжіңкіреп тұрған Айман Расуловна туралы ойларының бәрін ұмытып, айқайлап жіберіп, күйеуінің мойнынан құшақтай алды. Ура, ура, ура! Пәтер, өзіміздің пәтеріміз, жалдамалы емес, өзіміздің. Туалеті мен ыстық су ішінде. Ура! Қалай қойды сені кезекке? Қандай еңбегің үшін? Не үшін? Түү, тоқташ. Тоқтай тұршы, ақымағым. Көзілдірігімді қағып жібере жаздадың. Акулеске барып жасатып жүретін уақытым жоқ менің. Ләйла қуанғаннан керуетке шығып секіріп кетті. Секіріп тұрып кенет ой деді де ішікті өзіне қарай тартып матрасқа жата кетті. Төлен қорқып кетті.
Ләкібай, не болды? Ләйләш, әй, не болды? Бірдеңе деші. Ләйлә ішікпен бетін жауып, жауап бермей бүрісіп жатыр. Төленнің одан сайын зәресі ұшты. Ләйләш, бетіңді ашшы, қорқытпа күйеуіңді. Не болды деймін, аш деймін. Айтпақшы, гинекологқа бардың ба? Циститің туралы не деді? Өзіңе өзің диагноз қойып алып, дәрігер не деді? Ішіктің астындағы Ләйләнің денесінің дірілдегенін байқады. Жылаған сияқты дыбыс шықты. Түк түсінсе бұйырмасын. Жаңа ғана секіріп, қуанып жүрген әйеліне не бола қалды аяқ астынан? Ішікті тартып, Төлен әйелінің көзінің жасын сүртіп, күліп тұрғанын көрді. Сен мені жынды қылайын дедің бе? Зәремді ұшырдың ғой. Ал, айтшы жаңалығыңды, мен де қуанайын. Менің аяғым ауыр, Төке. Біздің баламыз болады. Төлен әйеліне қарап, көзін жыпылықтатып жіберді. Тамағы бітеліп, көзі ашып кеткендей болды. Пәтер мен бала, бәрі бір күнде. Міне жаңалықтың көкесі. Бұл саған күйеуін қуанғысы келіп, шашын кескен әйелдің немесе әйеліне тарақ алып беру үшін бар қазынасын сатқан еркек туралы О. Генридің әңгімесі емес. Бұл олар сонша аңсаған бақыт, бастарына қонған бақ.